Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Анаргүл. Бүгін сіздермен өте қарапайым орам жапырақтан голубцы дайындайтын боламыз. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен орам жапырақты дайындап аламыз. Орам жапырақтың түбін осылай төрт бұрышты етіп, төрт жағынан кесіп, сол астыңғы жағын суға батырып, қазанның қақпағын жауып, 10-15 минутқа қайнап тұрған суға салып қайнататын боламыз. Сол арада салмасын дайындаймыз. Тартылған етке жуылған күрішімізді саламыз. Және де ұсақтап туралған немесе блендерден өткізілген пиязымызды қосамыз. Дәміне қарай тұз саламыз, қара бұрыш саламыз. Және де жарты стакандай су құйып, осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің салмамыз осымен дайын. Салмасын дайындап алғаннан соң бізде 10-15 минуттай уақыт өтеді. Сол уақыттан соң біздің орам жапырағымызды осылай жеке дара алып, осылай шешіп алатын боламыз. Біздің орам жапырағымыз суда кішкене қайнағаннан соң жұмсарып, өзі осылай жылдам алынатын болады. Бізде өте ыстық болып тұр, содан абайлаңыздар, қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Енді орам жапырақты бізге ораған кезде қиындық тудырмау үшін осындай қалың жерін пышақпен кесіп алып тастаймыз. Енді орам жапырақтың ортасына салмамызды саламыз. Салмасын толықтырып салсаңыздар өте дәмді әрі әдемі көрінетін болады. Салмасын салып, екі жағынан осылай ішке қарай бүктеп, рулет тәрізді етіп ораймыз. Содан соң ешқандай да қиындығы жоқ. Осылай орап дайындап аламыз. Осымен біздің голубцымыз дайын. Қараңыздар, барлық орам жапырақты да дәл осылай етіп орап дайындап аламыз. Арасына салмасын салып. Мінекей достар, мен барлық голубцыларымды орап дайындап алдым. Енді подливын дайындаймыз. Қазанға май құйып, майымыз қызғаннан соң ұсақтап туралған пиязымызды салып, жақсылап сарғайғанша қуырамыз. Пиязымыз сарғая бастаған кезде томат пастасын қосамыз, немесе үйде қолдан жапқан банкілеріңізді пайдалансаңыздар да болады. Және де бір шай қасық паприка салып, жақсылап араластырамыз да болгар бұрышын саламыз. Және дәміне қарай тұз, және де кішкене қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып, кішкене 3-4 минут шамасында қуырамыз. 3-4 минут шамасында жақсылап қуырып алғаннан соң қайнап тұрған ыстық су құйдым. Суды құйып болғаннан соң 3-4 тісше сарымсақ салдым, және де бір дана лавр жапырағын салдым. Осының барлығын салып болғаннан соң жақсылап бір араластырып, жаңағы орап дайындап алған голубцыларымызды бір-бірден жақсылап салып, орналастырып шығамыз. Біздің голубцыларымызды жақсылап орналастырып болғаннан соң, осы голубцымен бірдей етіп тағы да су құямыз да, бетін жауып, орташа отта 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің өте дәмді тағамымыз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Шын мәнінде де өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.